Мәуліт түні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туылған түн Мәуліт түні деп аталады. Мәуліт туылған сәт дегенді білдіреді. Қадір түнінен кейінгі ең қасиетті түн және бұл түні пайғамбарымыз туылғанына қуанғандар кешіріледі. Бұл түні пайғамбарымыз туылған кезде болған оқиғаларды, мұғжизаларды оқу, тыңдау, үйрену үлкен сауап. Пайғамбарымыздың өзі де Мәуліт түнінде сахабаларына бұларды айтатын. Сахабалар осы түні бір жерге жиналып, сол түнді еске алып, ол туралы оқып түсіндіретін. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі мұсылмандар жыл сайын бұл түнді Мәуліт түні ретінде тойлайды. Барлық жерде Мәуліт қағидалары оқылып, әлемнің сұлтанын еске алады. Әр пайғамбардың үмметі өз пайғамбарының туған күнін мерекелейді. Осы күн мұсылмандардың мерекесі болып есептеліп, қуаныш және шаттық күні болып саналады.